Мұрагер. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып, «Мен болсам қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол менің мұрагерім болады. Әрқайсың маған байлықтарың мен ақылдылықтарыңды көрсетулерің керек», деп тапсырма береді. Үлкен ұлы асыл тас салынған сақинасын көрсетіп, «Міне менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды», деп мақтанады. Екінші ұлы болса, әдемі, қымбат киімдерін киіп келеді. «Міне, осы түрімде мені көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді», дейді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін көрсетеді де, «Мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген емес», деп мақтанады. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, «Ал сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?» деп сұрайды. Сонда кіші ұлы, «Менде асыл тасты сақина да, әдемі киім де, алтын күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым бар. Қайрат жігерге толы жүрегім бар», деп жауап береді. Шалға кіші баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. «Жұмыс істей білген адам ешқашан қиналмайды», деп өзінің кіші ұлын үй шаруасын басқаруға, мұрагерлікке қалдырады. Үлкен балаларына інісінің айтқанын тыңдап, талабын орындауды өсиет етеді.